Құрметті телекөрермен, хабарымызды студиямызға келген меймандарымызбен жалғастыратын боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Сыр гүлдері би ансамблінің жетекшісі Жанар Тұңғышбайқызы мен би тобының мүшелері Раяна, Айзере, Айзада. Хабарымызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қош көрдік. Көңіл күйіміз өте керемет. Барша халыққа қайырлы таң. Қыздар, сендердің көңіл күйлерің қалай? Жанар ханым, ең алдымен осы би ансамблінің құрылу тарихына көз жүгіртіп өтсек, сұхбатымызды осыдан бастасақ. Әрине, бұл үлкен орынды сұрақ бізге. Жалпы бұл Сыр гүлдері балалар би ансамблі 2012-2013 оқу жылында Қазанғабатындағы Қызылорда музыкалық колледж жанынан балалар музыка мектебі ашылып, сол 45 жылдық тарихы бар үлкен ордада бастау алған болатынбыз. Және сол шаңырақта жүріп, біздің 2013-2014 оқу жылдарында осы ансамбль құрылды. Сыр гүлдері балалар би ансамблі. Сол жылдардан бастап халықаралық облыстық байқауларға қатысып, лауреат атандық. Және сол шаңырақта жүріп, үлкен жетістіктерге жеттік. Облыстық, қалалық іс-шаралардың барлығына осы ансамбль сүбелі үлесін қосып келді. Және де осы уақытқа дейін араласып, өнер көрсетіп жүр балалар. Және де сол Қазанғабатта Қызылорда музыкалық колледжінде жүріп 2015-2016 оқу жылдарында біз Испания елінде өнер көрсетіп, байқауда бірінші орын, жүлделі орын алдық. Және одан кейін де ары қарай біздің өнеріміз жалғаса берді. 2021-2022 оқу жылдарынан бастап балалар жылы бекітілген кезде біз өзіміз бөлек шаңырақ болып шығуды жөн көрдік. Қазіргі уақытта біздің мектебіміз өрнек хореографиялық өнер мектебі деп аталады. Және осы Сыр гүлдері балалар би тобы қазіргі таңда 10 жылдық тарихы бар ансамбль десем болады. Өте тамаша. Қазіргі таңда қанша би тобы бар, қандай би түрлерін үйретесіздер? Бізде би тобы жалпы тек Сыр гүлдері би ансамблі. Ансамбльде жалпы мектепте 50-ге жуық оқушы тәрбиеленуде қазіргі сәтте. Әр жас ерекшеліктеріне қарай би қойылымдары қойылады бізде. Сол би қойылымдармен конкурстардың жанрлары бойынша қатысып отырамыз. Облыс көлемінде болсын, республика көлемінде барлық байқауларға өз үлестерін қосып жүреміз. Кеше ғана үлкен сайыстан оралдыңыздар, Алматы шаһарында өткен. Ол қандай сайыс, қандай өнер көрсеттіңіздер? Ол сайысқа қатысуға не түрткі болды? Бұл біз 29 қаңтарда Алматы қаласында өткен балалар халықаралық бала шабыты жобасының ұйымдастыруымен өткен баластар байқауына қатыстық. Хореография жанры бойынша. Бұл жанрдың ішінде ұлттық билер, заманауи билер болды, және спорттық билер де болды. Соның ішінде біздің Сыр гүлдері би ансамблі халық би жанры бойынша өнер көрсетті. Жалпы бұл байқауда көп қатысушылар болды, 91 қатысушы. Соның ішінде біз 89-шы болып өнер көрсеттік. Балалар әрбір сахнаға шыққан сайын шабыттанып, өздерін жинақтап, өнерлер жақсы көрсетіп, жақсы нәтижеге жеттік. Осы сайыстың нәтижесінде қандай жүлдеге ие болдыңыздар? Нәтижесінде бас жүлделі иемдендік. Өте қуаныштымыз. Осындай шәкірттерім осы біздің қойған талаптарды барлығын игеріп алып шыққан. Осы шәкірттерге үлкен алғысымды білдірем. Өзіңіз би маманысыз ғой? Бимен осы кішкентай қыздарға берілетін ұлттық тәрбие жөнінде байланыстыра аласыз ба осы екі құндылықты? Әрине, бұл тек қана біз өнер саласында жүріп, балаларды тек сахнаға шығарумен емес, сонымен қатар өз-өзін ұстау, ортада еркін сөйлеу, және де мектептегі білімімен байланыстырып алып жүреді көп жағдайда. Және қазіргі таңда ата-аналар балалардың осы болашақ өмірге деген жолдарын ашуға үлкен үлестерін қосып отыр. Мен ол ата-аналарға өте қуаныштымын. Және де келешек болашақ балдар осындай өнерде жүріп болсын, басқа мамандық иесінде болсын, өз маман иелерін еркін таңдай алады деп ойлаймын.
Қазіргі таңда қанша биші қыздарыңыз бар өздеріңіздің? Біздің өрнек хореографиялық өнер мектебінде 50-ге жуық оқушы бар. Осы 2021 жылдан бастап қандай жетістіктерге жеттіңіздер бұдан өзге? Сол туралы айтсаңыз. 2021 жылдан бастап біз карантиннен кейін шамалы қиналып қалдық. Онлайн сабақ бізге сәл қиындау болды. Оған қарамастан сабаққа жүйелі түрде кірісіп, мұғалімдермен бірге оқушылар жақсы жұмыс жасап, 2022 жылы Ақтөбе қаласында өткен Жұбановский встреча деген конкурстан бас жүлделі иемдендік. Одан кейін республикалық байқауларда өнер көрсеттік, және қалалық, облыстық іс-шараларда жақсы балалар өнер көрсетіп жүрді. Және осы жақында ғана өткен «Таланты Казахстана» атты конкурста кіші тобымыз, Сыргүлдер балалар би тобының кіші тобы бас жүлдені иемденді. Одан кейін осы 2023 жылы біз Алматы қаласында осы бала шабыты жобасымен баластар байқауында бас жүлдені иемдендік. Алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз өзіңіз. Алдағы жоспарымыз өте көп. Біз шығармашылық мектеп болғаннан кейін алдымызға әрине мақсат қойып отырамыз. Соның ішінде біздің үлкен мақсатымыз осы Сыргүлдер балалар би тобының құрылғанына биыл 10 жыл. Соны атап үлкен концерт бергіміз келеді алдағы жоспарымызда. Және де осы конкурс байқаулардан ұтып алған жолдамаларымыз бар. Турция еліне, Ташкент еліне. Сол жазғы каникул уақытында осы конкурстарға дайындаламыз. Үлкен рахмет. Қыздарға енді сұрақ қойсақ, қыздар жеңімпаз болдыңдар, қандай көңіл күйде болдыңдар сол сәтте? Қандай би биледіңдер? Қанша жастарыңнан бастап би өнеріне қатыстыңдар осы? Мен 6 жасымнан бастап қатыстым. Мен 5 жасымнан бастап қатыстым. Би билеген жақсы көресіңдер ме? Қандай бидің түрлері ұнайды сендерге? Маған көбінесе қазақша билер ұнайды. Саған ше, Раяна? Маған да қазақша билер ұнайды. Маған да қазақша билер ұнайды. Апайларың қазақша биден басқа қандай бидің түрлерін үйретеді сендерге? Профессиональный би, сосын басқа елдердің билерін үйретеді. Биге қатысып жүргеніңе қанша жыл болды? 3. Үшеуіңе де 3 жыл болды, иә? Қандай жетістіктерге жеттіңдер енді? Үлкен жетістіктерге жеттік. Бас жүлдені иемдендік, иә? Бас жүлде алдық. Үлкен сахнаға шықтық. Бізде ондай үлкен сахнаға шықпаған, бұл қатысушы оқушыларымыз, шәкірттерім осы байқауда бірінші рет, алғаш рет шығуға сахнаға, және үлкен сахнаны бірден игеріп шықты. Өте қуаныштымыз біз балаларға. Биден басқа қандай өнерлерің бар? Ән айтасыңдар ма? Ән, сурет, би. Ән айтқан жақсы көресіңдер ма? Би билегенді жақсы көресіңдер ма? Би. Биді жақсы көресіңдер ма үшеуіңде? Және де осы сұхбат сөзімді толықтырып өткім келеді. Біздің мектеп өрнек хореографиялық өнер мектебінде классикалық бағытта сабақ өтеміз. Қазақ биі, халық биі және заманауи билер жүргізіледі. Оның ішінде заманауиде джаз модерн стилі жүргізеді. Әр осы сабақтардың өз мамандары бар, сабақ беретін. Қазақ биінен Дильназ Рашид қызы, современный заманауи биден Ардақ Омыржан қызы береді. Халық биінен Сенбаев Өмірзақ Серікбайұлы береді. Классикалық биден өзім берем. Қанша жетекшілеріңіз бар биден сабақ беретін жалпы? Әзірге 4. 4. Алдағы уақытта үлкейтетін ойларыңыз бар ма? Әрине бар. Осы сыр өңіріндегі қандай байқауларға қатысып жатсыздар өздеріңіз? Сыр өңіріне келіп, Астана қаласынан, Алматы қаласынан келіп, осы өңірде ұйымдастырылатын байқаулардың барлығына қатысып отырамыз. Таланты Казахстана болды. Тағы да байқаулар бар, енді қазір есіме түспей отыр. Байқаулардың аттары. Осы би үйретуде кішкентай қыздарға қиындық тудыратын сәттер бола ма сіздерге?
Енді жалпы қиын деп те айта алмаймын. Егер де мамандықты мұғалім егер де сүйіп таңдап тұрса, кез келген қиындықты жеңіп шығады деп ойлаймын. Өйткені әрбір бала өзінің ерекшелігімен, ерекше қылығымен келеді. Соны ары қарай игеріп алып кету ол мұғалімнің үлкен жұмысы деп ойлаймын. Сондықтан бізде енді әрбір бала сүйкімді болып алдыңа келіп тұрғанда, оларды шабыттандырып, одан сайын биге икемдіктерін ынталысын арттыруға біз жұмыс жасаймыз. Кішкентай бүлдіршіндермен жұмыс жасаған өте қызық жұмыс қой. Осы неше түрлі байқауға қатысып жатсыздар, бір байқауға қатысып жатқан кезде бір қызық оқиға болды ма сіздерге? Ең қызық, сондай есіңізде қалған оқиғаңызбен бөліссеңіз. Ондай сәттер енді конкурстар болғаннан кейін көп болады бізде. Енді қазіргі уақытта есіме түсіп отқаны Испания елінде Лоретто де Мар қаласында өткен байқауда үлкен сахнада балалар өнер көрсетіп жатты. Сонда біз домбыра биін алып барған болатынбыз, домбырамен билеп. Ол жерде сахна ашық болды да, ашық далада өткізілді. Сол сахнада билеп жатқан кезде бір қызым артқа қарай билеп бара жатып, сахнадан түсіп кеткен, құлап. Енді ана кішкентай қыз жылайды екен деп қобалжып тұрған кезде жүгіріп шығып сахнаға қайтадан қосылып кетіп, тобына биді ары қарай жалғастырып кеткен сәті болған. Сол кезде отырған көрермендер барынша шынайы қолдау көрсетіп, бізге қуантқан жағдайлар болған. Осы би үйрету барысында оқушыларға қандай ақыл кеңестеріңізді беріп отырасыздар? Келеңсіз оқиғалар болған жағдайда соларды алдын ала ескертіп, айтып үйретесіздер ме өздеріңіз? Жалпы би қойылымы барысында, жұмыстың барысында ол жұмыстардың барлығы ескертіліп балаға айтылып отырады. Мысалға сахнада әуендің сөніп қалуы болады, билеп келе жатқан кезде сүрініп құлап қалу деген жағдайлар болып қалып жатады. Ондай кезде оқушы ары қарай тұрып жалғастырып кету керек өнерін. Өйткені өнер өте сахна киелі, сол сахнаның мәдениетін сақтай білу керек. Сол жөнінде барлық келеңсіз оқиғалардың бәрін алдын ала ескертіп айтып отырамыз. Осы Қызылорда қаласынан ғана қатыса ма сіздерге, әлде облыстан, аймақтан келетін оқушыларыңыз бар ма сіздерді іздеп осы? Қаладан қатысады, бірақ менің көп оқушыларым қаланың шет жақтарынан келеді. Шанхай, Күби, Мөлтек ауданынан, Сұлтөбеден келеді. Осы ата-аналарға мен үлкен рахмет айтамын. Сондай алыста болса да, ерте балаларын әкеп бізге сеніммен тапсырып, сенім артқандарына. Негізі ғимараттарыңыз қай жақта орналасқан қаланың? Қазіргі таңда Байсейітова көшесінде 93-ші үйде орналасқан, Сарқыраманың бойында. Болашақта үлкен зданияға, мекемеге көшеміз деген ойда бар. Кәдімгідей би залы бәрі жабдықталған, е? Барлығы жабдықталған, стандартқа сай, үлкен айналармен, жарық, биіктіктерін барлығын хореографиялық стандартқа сай жасалған. Ал осы байқауларға қатысып жатқанда көйлекке, жолдарыңызға сіздерге кімдер демеуші болады? Көбінесе бізде ата-аналар демеуші болады ондай жағдайда. Бірақ енді үлкен конкурстар, байқаулар, шетелдерге барамыз деген жоспарларымыз бар ғой. Сондай жағдайларда осы облыс көлемінен сұраныс жіберіп, демеушілік сұраймыз деген ойда бар. Рахмет. Бізді көріп отырған көрермендерімізге өздеріңіздің таңғы тілектеріңізді оқушыларыңызбен бірге жолдасаңыз. Барша сыр елі халқына қайырлы таң дейміз. Әрбір арайлап атқан таң бақытымен, берекесімен, ырзық несібесімен келсін деймін. Рахмет. Қыздар, өздеріңіздің тілектеріңізді айтсаңыздар. Қайырлы таң, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Сен айтады. Қайырлы таң, бүгінгі сәттеріңіз сәтті өтсін. Таяна, сен айта ғой, тілек. Қайырлы таң. Студиямызға уақыт бөліп келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Сыр елінің атын шығарар, атақты биші бола беріңіздер, қыздар. Көп рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет.